Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен 10-шы сыныптың қазақ әдебиеті пәні бойынша өткізілген сабағыма өзіндік талдау жасайтын боламын. Сабақтың тақырыбы Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романындағы ұлттық құндылық. Бұл аталған тақырыптың 4-ші сабағы. Оқу мақсатына сай құрылған сабақтың мақсаты көркем шығармада көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашып, өз пікірін білдіріп, шығармашылық жұмыстарын орындау. Сабақтың мақсаты көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашады. Мен сабақта қандай нәтиже күттім? Ең біріншіден оқушылардың роман желісі бойынша кейіпкерлерге сыни көзқарасымен баға бере алуы. Екіншіден, шығарманы шынайы өмірмен байланыстыра алуы. Әр сабақта оқушылардың психологиялық ахуалын қалыптастырып отырамын. Әр нәрсенің өз құндылығын білгенімен, бала өз құндылықтарына аса назар аудара бермейді. Сабақты бастамас бұрын QR-код әдісі арқылы сыныпты топқа бөліп алдым. Азамат? Өзімді адамгершілік бар. Әрқайсыңыз қандай сөз шығады, сол сөз бойынша топқа бөлсеңіз болады. Келіңіздер. Ақылды топқа жайғасайық. Кімге қандай сөздер шықты? Келіңіздер. Сабақ барысында сыни тұрғысынан ойлауға үйрету, диалогтық оқыту, АКТ, ойын технологияларын қолданды. Жақсы, рахмет оқушылар. Яғни бүгінгі сабақта Жүсіпбек Аймауытовтың барлығымыз бөлінген 4 сағаттың ішінде бет-беттермен бөліп алып, 3 бөлімді толық оқып танысып шықтық. Ендеше бүгінгі сабақта сол Ақбілек романы бойынша толық бекіту сабағы, яғни шығармашылық жұмыстарды орындаймыз. Қаншалықты тақырыпты меңгердік, өмірмен қалай байланыстырамыз. Жақсы ма? Ендеше сабақтың басында оқушылар айтқым келіп отыр, сабақтың өн бойында бізде бағалау жүреді. Яғни TikTok әдісі арқылы оқушылар барлықтарына өздерінің ұпай сандарын қанша сабақ барысында жұмыс жасағандарына қарай ұпай сандарын жинап отырып, сол ұпай сандарын бойынша сабақтың соңында өздеріңіз бағалайсыздар. Жақсы ма? Лайк арқылы, жүрекшелер арқылы. Ондай болатын келесі. Жақсы, отыр жайғасыңдар. Оқушылар, мен сіздерге мессенджер әдісі арқылы мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Мессенджер, яғни бұл жерде сіздер мессенджерге өздеріңіздің осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңызды жазасыздар, сөйтіп қай топқа ұсынасыздар. Ол комментарий, яғни сұрақтың комментарий жауап береді. Ойланып отырып белсенділік танытамыз. Сылмаймыз балалар, сіздерге сұрақтар жазасыздар да қай топқа бересіздер. Сосын барып өздеріңіз сол топ сұрақтың жауабын толық алсаңыздар, және толтыруларыңызға болады. Сіздерге Скесер? Достар, сатшағын. Сұрақты оқып, жауап беріңіздер. Иә? Дай болсаңыздар жауап беріңіздер. Тыңдайсыз. Сұрақты оқыңыз содан. Ақбілек романы қай журналда жарияланды? Әйел теңдігі деген журналда жарияланды. Дұрыс, жақсы, өте жақсы. Рахмет сіздерге. Арай, жақсы. Келесі. Келесі сұрақтарыңызды жазыңыздар. Бұл жылдан. Қай топқа бересіз? Адамгершілік жол. Сіздерге. Сұрақ оқыңыздар да жауап беріңіздер. Сіздер кімге ұсынасыздар? Жауаптарыңызды айтып, жауап беріңіздер. Сұрақтарыңыз, Ақбілектің бойындағы қандай қасиеттерді байқадың деймін. Ақбілектің бойынан біз батылдық, өмірге деген құштарлық, парасаттылық, адамгершілік және өзінің білімде қайсарлығын байқадық. Өте жақсы. Қанағаттар дұрыс па? Жауаптарыңыз ал қосарларыңыз бар ма? Жақсы. Біздің сіздермен тапсырмамыз
рөлдік ойындар әдісі. Біз сабаққа бірлесе отырып көрші сыныптан оқушылар келді. Оқушылар осы образдық кейіпкерлердің бейнесін көрсетеді. Ал сіздерге тапсырма кімнің бейнесін көрсетті, кімнің бейнесіндегі монологты оқыды, талғаға түсіріп, барлығымыз кең көлемді жауап берейік. Жарай ма? Жақсы. Тағы келе қойыңыз. Арман? Елге келген соң ауыл-ауылдан мал, киіз, көрпе-төсек, ыдыс-сайман алып жүрген ақтарын адамға кездестім. Олар менен бір жақсы қыз тауып берер деп өтінді. Ал менің ойыма болса әлгі Мамырбайдың ақбілегі сап ете түсті. Атасын ұтылған өзіне келтіретін күнде туды. Мен оларды не үшін аяуым қажет? Өмірі байлардан, күштілерден зардап шегіп келдім. Арманыма жетсем жеттім, жетпесем жетпедім. Бастысы елге жаманатты болмасам болды. Жақсы, рахмет. Қазір ойланамыз, бала. Ойланамыз. Жақсы, рахмет, Арман. Келесі екінші кейіпкерді ортаға шақырайық. Барлығын осы екі кейіпкердің бейнесі, типтік бейнесі, ұлттық мүддеде типтік бейне деп айтып қоя. Мұқият тыңдап отырып талқыға саламыз. Орыс сияқты жері мол, қолтығы кең жұрттың қол астына болғаннан қарағанда қазақ тәубе қол керек қой. Анығында қазақ мемлекетке не пайда келтіріп отыр? Түндік басы жылына 4 салып төлегені болмаса, әскерге злау, азық бергені болмаса, бұларда не шығын бар? Тегінде қазақтың солдат болғаннан қорыққаны бізге теріс емес. Кім біледі, қолына қару берсе, орыс жұртына жауап кетпесіне кім кепілдік береді? Жақсы, рахмет. Ал енді осы ойларды елдіңіздер және осыны ашып көрсетсеңіздер. Тыңдаймыз. Талқылап болдыңыздар ма? Жақсы. Бірінші бейне кімнің бейнесі, кімнің монологын оқыларыңызға мен ротация әдісімен ақ дастарханды ұсынғым келіп отыр. Яғни бұл ротация әдісінде сіздер берілген сұраққа толық бір жауапты жазасыздар да келесі топқа ұсынасыздар. Олар сол сұраққа жауап береді. Сіздер келесі топқа ұсынасыздар. Содан кейін барып барлығын жинақтап, ортаға шығып, жазған үш жаңағы ротация әдісіндегі тапсырмаларды түсіндіріп өтесіздер да бір оқушы қорытындылайды. Жақсы. Ойланамыз. Ашып, соғылық бәрін асықпай ашып көрсетіңдер. Кейіпкерлерден шығып, әрқайсысын толық айтыңыздар. Содан кейін барып, енді осы бір оқушыны ұсынып келіп отыр, бір оқушыға жалпы тыңдап болғаннан кейін не дер екен, өзінің ойы, жүйелі ойын айтса, кімді айтамыз? Әсемайға ұсынсақ қалай болады? Әсемай, мұқият тыңдайық, иә? Әсемай қорытындылайсыз. Так, жақсы, келіңіздер, тақтаға іліңіздер, жұмыстарыңызды. Жақсы. Ал қалғандарыңыздың бәрін жазамыз, тақтада болайық, мұқият тыңдайық. Ал қосарларыңызды тағы да айтасыздар. Жақсы, қай топ бастайды? Қай топ бастайды, қане болыңыздар жатыр. Сұрақ тобы бірінші. Автор шығармадағы ауыл адамдарын қалай көрсетіп тұр деген сұраққа біз ауыл адамдарының сауатсыздығы, надандығы, саяз ойлау және қорқақтығын айта аламыз.
қорықтығын біз Ақбілекті орыстардан қорғап қалуына болар еді. Ол айдаладан келген 3 офицер еді. Кез келген ауылдың адамы өз күшін салса Ақбілекті алып қалуға болар еді деген ойда олардың қорқақтығын жаңағы Ресей империясының отаршылдығының әсерінен тым көп қорлық көргендіктен олардың қорқақтығын айта аламыз. Және де Ақбілек қайтып келген кезде оны қабылдай алмауы, оған дұрыс емес көзқараспен қарауын, оның надандығымен саяз ойлауын көре аламыз. Және де сол замандағы адамдар надан болған, яғни олар байлыққа ғана табылған, және де өз қыздарын даже сол байлық үшін үлкен шалдарға тигізіп отырған. Яғни бұл шығармада кімнің ойынан қандай нені көреміз? Бекболаттан көруге болар. Ақбілекті құтқаруға барады да, бірақ ауыл адамдар не Енді барлығымыз, Азамат, көмектесіңіз кіші, барлығымыз ұялы телефонды ашып, күнделік кезекке кірейік, оқушылар. Содан кейін бар бүгінгі сабақ, бекіту сабағы болғандықтан барлығымыз күнделік кезекте тесттерге тест жауаптарын жылдам ойлана отырып, шығармаға байланысты сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап берсеңіздер. Бағдарламаны ашыңыздар. Бірнеше сұрақтар берілген, жауап берейік. Тақырыбына жауапты? Ашылды ма? Жауап беріңіз. Интернет тарқайды ма? Жауап бергенде қателік болып, шын деген жерде емес. Неге? Қателік қателік басында Иә, осы жауап Қанша сұрақ? 5 сұрақтан қаншаны жауап бердіңіз? Қай жақтан өтті? Жақсы 60%, іңкәр 60%. 80% жасұлан дейді. Тағы да? Нұркен 80%-ға жауап беріпті, өте жақсы. Кімді қашты тағы да? Ал айта ғой. Қанша? Рефлексия кезінде ақыл қайрат жүрек тәсілін қолдандым. Абай атамыз ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек деген нақыл сөзін басшылыққа ала отырып, 3D форматтағы мидың моделіне шығармадан түсінгендерін жазды. Жүректеріне түйгендерін жүректің моделіне, сабақта қандай еңбек атқарғандарын жазып, қолдың моделіне апарып ілді. Қорытындылай келе айтарым, мен қазақ әдебиеті сабағында өз мақсатыма толықтай жеттім. Оқушылар сабақта белсенділік танытты. Сонымен қатар шығарманы бүгінгі өмірмен байланыстыра отырып, толықтай талдады. Менің оқушыларым ең дарынды, ең сүйікті оқушылар. Мен оқушыларыммен мақтанамын.